Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз жұмсақ болып шығатын түрік елінің ачма булочкасын пісіреміз. Арнаға жүктелетін видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Керекті ингредиенттердің құрамын видеоның астына жазып қоямын. Алдымен табамызға сүт пен суымызды құямыз. Үстіне дрожж бен тұз салып, бір жұмыртқаның және бір жұмыртқаның ағын саламыз. Сарысын үстіне жауға алып қаламыз. Сұйық майымызды, секерімізді салып, бір жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне біртіндеп ұнымызды саламыз. Алдымен ұн мен сұйық массамызды осылай біркелкі болғанға шейін араластырып аламыз. Содан кейін қалған ұнымызды салып, қолға жабыспайтын қамыр пайда болғанша илеп аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, 1 сағат жарымға жылы жерге қойып қоямыз. Менде қамыр 1 сағаттан соң осылай 2 есе ұлғайды. Қамырды ыдысымыздан босатып аламыз. Қолдың көмегімен 1-2 илеп шығамыз. Илеп алған соң қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті дөңгелек дейміз. Әр дөңгелектеген қамырымыздың үстіне шамамен 1 шай қасық сары май салып, осылай қолдың көмегімен жайып шығамыз. Жайылған қамырды астынан үстіне қарай рулет тәріздес етіп жинап шығамыз. Одан соң айналдырып, осылай тоқаш тәріздес етіп 2 шетін қосамыз. Пергамент қағаз төселген формаға салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қызып тұрған 200 градус пеште 20 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің ачма булочкамыз дайын, өте жұмсақ, тәп-тәтті болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода көріскенше.